Тілазар Айдын туралы ертегі. Бір қарапайым отбасыда Айдын деген бала өмір сүріпті. Айдын Тілазар бала болыпты. Ол әрдайым «Жемеймін, істемеймін» деп ашу-ызадан аяқпен жер тебінетін. Таңертең анасы оны оятып, таңғы ас ішуге шақыратын. Айдын үстел басына отырып, «Бұл ботқа, ал мен жұмыртқа жегім келді. Ботқа жемеймін» дейтін. Ал егер анасы жұмыртқа қуырса, Айдын «Жұмыртқа жемеймін, шұжықшалар бер» дейтін. Анасы оны балабақшаға киіндіргенде, «Мынау жемпірді кимеймін, бұл бәтеңке ұнамайды» деп айғайлайтын. Ал балабақшаға келген кезде Айдын балалардың ойыншықтарын тартып алып, төбелесіп, әрдайым «Жемеймін, істемеймін» деп айғайлап жүреді екен. Бір күні анасы Айдынды балабақшадан әкетіп, екеуі дүкенге кіреді. Үйге азық-түлік алу керек болатын. Айдын дүкенде әдемі тікұшақты көріп, анасын бұл ойыншықты әперуге сұрай бастайды. «Ботақаным менің, бүгін бізге азық-түлік алу керек. Ал ертең біз саған бұл тікұшақты әпереміз» деп жауап береді анасы. «Ертең емес, дәл қазір әпер. Маған сенің азық-түлігің керек жоқ» деп айғайлап, аяқпен жер тебініп, азық-түлікті жерге тастай бастады. Анасы қатты ренжіді. Азық-түлікті жинап, екеуі үйлеріне қайтты. Жол бойы олар үндемей келе жатты. Анасы Айдынның бұл қылығы үшін қатты ұялды және көңіліне алды. Түннің ортасында бәрі ұйықтап жатқан кезде Айдынның бөлмесіне нағыз перизат ұшып кірді. Айдын көзін ашып, перизатты көрген кезде, «Сіз кімсіз? Және осында қалай кірдіңіз?» деп сұрады. «Мен перизатпын. Осында ашық терезе арқылы ұшып кірдім. Мен көп уақыт бойы сені бақылап жүрмін. Сенің қылықтарың маған ұнамайды. Мен сені Тілазар аралына жіберемін». «Тілазар аралы? Бұл қандай арал?» деп сұрады Айдын. «Бұл аралда сен сияқты балалар тұрады. Олар төбелеседі, мазақтайды, айғайлайды, ешкімді тыңдамайды. Және әрдайым жемеймін, істемеймін деп айтады. Сен өз-өзіне сырттан қарай аласың. Егер сен өзгерсең, сол кезде ғана сен үйіне қайта аласың». Перизат сиқырлы таяқшасымен сілтеп, Айдын Тілазар аралына түседі. Бұл аралда үлкендер болған жоқ, тек ұл балалар ғана. Олар әрдайым төбелесіп, айғайлап, бір-бірін мазақтап жүретін. Осылай бір күн өтті. Айдын ұйықтауға жатарда анасы оқып беретін ертегіні тыңдағысы келді. Бірақ анасы қасында жоқ. Ол жылап-жылап ұйықтап қалды. Таңертең ол балалардың айғайынан оянды. Ол таңғы ас ішкісі келді. Бірақ оған ботқа пісіріп беретін ешкім жоқ. Солай Айдын аш қалды. Күні бойы ол төбелесіп жүретін балалардан жасырынып жүрді. Кешке Айдын ұйқыға жатқанда оның ұйқысы келмеген. Ол «Анам қасымда болғанда қандай жақсы еді. Ол маған түнде ертегі оқып, мені көрпемен жабатын. Ал таңертең дәмді ботқа пісіріп, мені киіндіріп, балабақшаға апаратын. Балабақшада жақсы балалар мен тәрбиешілер болатын.
Ал мен болсам, тек айғайлап, аяқпен жер тебінетінмін. Егер менің қайта оралатын мүмкіндігім болса, мен анамды ешқашан ренжітпейтін едім. Ешқашан балалармен төбелеспей, олардың ойыншықтарын тартып алмаушы едім. Және тәрбиешілерді тыңдаушы едім. Мен мейірімді және тіл алғыш бала болғым келеді. Айдын бұны ойлана салысымен бірден өз үйіне оралып, жылы төсегінде жатты. Ол анасының дауысын естіді. Айдын, жаным, тұра ғой. Бет қолыңды жуып, таңғы асыңды іш. Әрине, анашым. Қуана жауап берді Айдын. Ол тәрелкесіндегі барлық ботқаны жеп тауысып, анасына рахмет айтты. Киімін өзі киіп, анасымен бірге балабақшаға кетті. Айдын күні бойы балалармен тату ойнап, ешкімді ренжіткен жоқ. Ойыншықтармен бөлісіп, тәрбиешілерді тыңдап жүрді. Ал үйіне қайтқан кезде кешкі асын ішіп, ұйқыға жатты. Анасы оған ертегі оқып жатқан кезде Айдын көзін жұмып ойланып жатты. Бұл түс болды ма? Әлде мен шынымен Тілазар аралында болдым ба? Айдын көзін ашпай, Анашым, енді мен әрдайым мейірімді және тіл алғыш бала боламын. Өйткені мен сені қатты жақсы көремін. Анасы Айдынды маңдайынан сүйді. Сөйтіп Перизат Айдынға жақсы балаға айналуға көмектесті. Бейнені жасап дыбыстаған Исаинова Гүлсім Оразовна.